Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен қиярдан қыстық салат дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге жуып тазаланған, керек емес жер алынған қияр қажет болады. Қиярымызды осындай бірнеше бөліктерге бөліп турап дайындап қоямыз. Енді өздеріңіз білесіздер қалай турасаңыздар да қыздар. Одан кейін жуамызды алып осылай турап бұны да дайындап аламыз. Барлығын бір-бір ыдысқа дайындап қойдым. Қызанағымды да турап дайындап алдым қыздар. Ал қызып тұрған каструлямыздың үстіне сұйық майымызды құямыз. Кішкене шамалы ғана құямыз қыздар. Үстіне жуамызды салып бір қуырып аламыз. Қуырудың жуамыз үстіне қызанағымызды саламыз қыздар. Қызанағымызды да қайнатуға жібереміз. Өте дәмді салат қыздар. Сіздер де жасап көріңіздер. Қайнаған қызанақтың үстіне қиярымызды салып, бұны да қайнатуға жібереміз. Осылай қайнап жатқан кезде үстінен чеснок пен ащы бұрыштан да саламыз қыздар. Неше түрлі ас көктерді салсаңыздар болады. Енді мен үйдегі бар заттармен дайындап жатырмын. Үстіне сұйық майымызды құямыз. Және тұзымызды, қантымызды саламыз. Өздеріңіздің татымына қарай қосасыздар ғой енді қыздар. Ең соңында бір ас қасық толтырмай уксус құямыз қыздар. Бір рет қайнатуға жібереміз, бір араластырып. Одан кейін банкаларымызға салуға кірісеміз қыздар. Өте дәмді салат қыздар. Сіздер де жасап көріңіздер. Банкының барлығы стерилизациядан өтеді қыздар. Алдыңғы видеода қарасаңыздар, қалай стерилизация өткені барлығы бар. Брандама банкының жабу әдісін білесіздер. Сіздер де жасап көріңіздер. Бұл салат өте дәмді ас болсын. Сіздермен болған Ильясова Еңлік.